Баламай насыбайың бар ма? Бар. Жоқ. Қандай насыбай? Ататын насыбай да, кәдімгі ататын насыбай. Ондай насыбайым жоқ. Онда темекі бер. Темекі шекпеймін. Темекі де шекпейсің ба? Шекпеймін. Онда арақты өкіртетін шығарсың, да? Жоқ, арақ ішпеймін. Онда андай жігіт болдың ғой, Қандай жігіт? Анандай. Намаз оқитын жігіт, да? Жоқ, намаз оқымайм. Тоқта. Санда қалай? Насыбай атпайсың? Темекі тартпайсың? Арақ ішпейсің? Намаз да оқымайсың? Адамға да, Аллаға да пайдасы жоқ, әтең әлет. Кет бар! Көзіме жоқ, кет бар! Осындай ләтті жер көтеріп жоқ. Кет бар! Қалай, аман ба, замандас? Аман, шүкір. Жалғызды Құдайға жарасқан дейді. О, қасайған шағымызда сен де жарты, мен де жарты. Екі жарты бір бүтін боп өмір сүрейік та. Ей, бері қара. Осы күнде бесеуге жарап жүрмін, оны айтасың. Әуелі үшеуі бір шамалы демалы боламдағына төртінші мен бесінші нұрып жіберем. Қойшай, сен де айтасың. Сен күлесің. Жаздың күндері 7-8-ге дейін барам. 7-8-ге барған адам 9-10-нан да қайтатын шығар. Ол анау шайдың күшіне байланысты. Шай жақсы болса 12 пиалада ішуге болады ғой. Онда айтып отырсың. Бірақ ентігіп қалам ғой, ентігіп қалам. Сен шайды айтып отырмысың? Шай. Мен де болса бір бағанадан бір әжептәуір әңгіме айтып отыр екен десем. Ойлан. Қойш, сенен қайран жоқ. Өкініп қалма, өкініп қалма. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен осынған кезеде. Саламатсыңдар ма, балалар? Балалар, мен сендердің жаңадан сабақ беруге келген тарих пәнінен мұғалімдер. Сен ба? Тарих қатты білесің ба? Қазақтың үш бейін айтшы. Білмеймін. Білмейсің ба? Отыр. Білмесең отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс қашан болды? Білмеймін. Білмейсің ба? Бұрырайын башыңнан. Өткенде ұрды деп арыз жазған сен емессің ба, мұғалімдер ұрды деп, Отырар. Терпей аласың ғой сен. Тыныштал, затың жина. Сап қой соққанға, тынышталамыз, Мұғалім тыңдаймыз. Дәл өсті өте бір. Короче, шиголдар, кітапты аламыз, 54-ші бетті ашамыз. Сқырма. Қойасың ба, қоймайсың ба? Саған не болды? Баламды қойда алмайса жатсам сен шықтың ба енді? Не болып тұсқырса? Жаңаған айттым ба, ақша болмай қалады. Көп ысқырсаң. 50 жасқа дейін болмаған ақшаң енді қашан болады? Болады, құда қалса. Болдырамыз деп жүрміз ғой. Бір үлкен ниетпен келдім сіздерге. Қолдан ұрықтандырып нәрестелі болсам дейді. Медицина тілінде эко дейді. Сіз қайсы, ұл болсын ба, қыз болсын ба? Әрине маған ол. Мен ұл. Кімге ұқсасын? Шетелдің киноларындағы актерларға ұқсаса. Мәселенки Арнольд Шварценеггер. Соған ұқсаса дейсіз. Арнольд Шварценеггер. Арнольд, бар бізде. Арнольд. Опа.
Tausылып қапты. Не істейміз, а? Жоқ па? Жан-Клод Ван Дам бар ма сізде? Ай, ол да таусылып кетті. Ал өзіміздің елдегі танымал адамдардың. Мәселен кеше ғана Шаншар театрынан Уәлибек пен Жүсіп келді. Қалай, мына Уәлибек пен Жүсіп. Болды ма? Уәлибек немесе Жүсіп. Қайсысы? Жоқ, маған қажет емес. Болмайды ма? Түү. Көке? Болмайтын аяқ. Кесеміз амал жоқ. Ай, кескені басқа амал жоқ па? Енді бізде қазір жаңа технологиялар кеп жатыр. Аппараттар кеп жатыр. Кесеміз, аяқ жалғаймыз. Иә? Бірақ бір әйелдің аяғы бар, бірақ сіз еркексіз ғой, әйелдің аяғы болмайды ғой сіз. Болады, соны сал. Шалбардың ішінде кім көреді оны? Ол соны салыңдар болды. Болды. Ассалаумағалейкум көке. Алейкум. Қалайсың көке? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір. Аяқ қалай аяқ? Аяқ болмады. Айттым ғой сізге, әйел адамның аяғы болмайды. Ой, әйел адам болғанда да мынауың жезөкше әйелі ме бірдеңе ғой мынау? Үйге бара жатсам саунаға кетіп қалам, үйге барсам саунаға бұрылып кете береді. Үйге әлі барған жоқпын. Жүрмі, пенсиямның бәрі саунаға кетті. Ауыстыр мынаны. Балам каша жейші? Қойшы жемеймін. Әй, жейші деймін? Қойшы. И садиктегі каша, үйдегі каша, жемеймін каша. Балам, сен білесің ба? Біздің батыр бабаларымыз бар ғой, кашаға тойып алып, жауға шапқан ғой? Өтірік айтпайын. Ойбай, несі өтіргің? Тамақты қаша жеп, жауға шапқан деп. Өтірік болмаса, онда өзің жегіз балаға. Сен ма, шықшы. Біз еркекше сөйлесейік екеуміз. Сен бала бар ғой, на кашаны жемей, кухнядан шықпайсың, естің ба? Садикте жемейді, үйде жемейді. Az тоз бөлетін бол, соңғырған керек сияқты бәрі. Балам, шешеңе сенбей қойын. Кім айтты каша жеп, жауға шабады деп? Сол өтірік қой. Өтірік қой. Жеме қойсам болады ғой, каша. Жоқ, жейсің ғой. Бұның да пайдасы бар. Айтайын ба? Кашаны көп жесең бар ғой, әшеуің деу болады. Рас па? Онда жеймін. Бер әкелі. Не болды? Сен жейсің каша. Немеге мен жеймін? Өзің неге бала күніңде каша жемегенсің? Ой, сен де айтады екенсің. Бала кезінде каша деген болған жоқ біздің. Оның үсті поздно, немеге жеймін енді? Ешқандай да кеш емес. Жейсің. Сен балаң көзінен өзің оны? Адам көзінен шығады. Же. Стакансыз же. Одан деген. Қызарып көгеріп тұрған ба? Жалпы былай, бір бүйрегімізді ауыстыратын болдық. Ауыстырамыз? Ол қанша тұрады, қымбат емес па? 2 миллион болды. 2 миллион доллар ма? Жоқ, теңге. Теңге ма? Мен доллар екен деп. Құдай соны ақша деп айтып тұрсың. Болды, ауыстырамыз. Болды. Так, 2 миллион теңге болса, екеуін де ауыстырсам. Саудырған бүйрегімізді ауыстырсың. Саудырғанды ауыстыр. Без проблем. Сосын бағыш, одан да былай істеші. Тағы 2 бүйрек сатып алыңды да? Запаскеге тағы 2-ін қойсаңыз, 4 бүйрекпен жейін. Енді ауыстырғанда ауыстырамыз ғой, бірақ әйеліңізбен ақылдаспайсыз ба? Кім? Сіз? Әйеліңіз? Қойыңызы әйеліңмен ақылдасқан дейді. Кім ол әйеліңмен ақылдасады дейді? Ол жуған кірмен туған баласы білсін, әйеліңмен ақылдасы дейді. Точно ақылдаспайсыз ба? Қойыңызы қайдағын айтпай. Кім ол қатын деген? Қатынды адамға санамаймын мен оны. Ақылдасы дейді, кім ол мен? Ақшаны мен тауып отырмын. Ертең онда күтеміз. Болды, қанша болды? 8 миллион. 8 миллион? Сіз 4 бүйрек дайындап қойыңыз. Ертең келіп салдырып кетемін. Болды, келістік онда, жақсы. Жақсы сау болыңыз. Бірақ жаңағыдай қатын деген айтпаңыз, ұят болады ғой. Маңызында дейді. Мақұл, жақсы аға. Кіре беріңіз. Салыңыз. Салыңыз. Не болды? Қалайсыз? Танымаңыз ба? Жоқ та.
кеше бүйрек салдырам деген кісі. Иә, Қалайсыз, не болды? негізі бір бүйрекпен де жүре беруге болады екен ғой, иә? Болды енді, сіз алып қалмасаңыз енді. Бүйрексіз де жүре беремін мен. Бүйрексіз де жүре беремін ба? Салдырмайтын болдыңыз ба бүйрек? Иә, соны қатын айтсам. Той жасау керек, мен балдарды сендерге керек. Шоу алу керек. Енді сіз кеше ақылдаспай ма әйелімен деп? Иә, ақшаны сылтап отқаннан кейін айтады да енді. Бопты онда. Ренжімеңіз, иә? Жақсы, иә. Сау. 4 бүйрек не істейміз? Болмады. 4 бүйректі сізге деп алдырып қойдық қой біз. Иелеріне қайтып бере салыңыз. Қайтара салыңыздар. Айтасыз, осындай жағдай болып қалды. Жақсы. Бейшара.